Облыс прокурорлары қоғамдық қабылдау өткізуде. Бұл жолғы кездесу бұрынғыдан өзгерек болды. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері азаматтардың мұң-мұқтажын тыңдау үшін жылы кабинеттерінен шығып, аймақты аралап жүр. Мәселен, бүгін облыс прокурорының бірінші орынбасары Нұрдәулет Сүйіндіков өңірдегі ірі кәсіпорындардың бірі Ақтөбе ферроқорытпа зауытының қызметкерлерін қабылдады. Бұл сәтті еңбек ұжымы ұтымды пайдаланып қалуға тырысты. Прокурорға кезекпен кіріп, өздерін толғандырған сұрақтарына қанағаттанарлық жауап алды. Сұрақтардың мазмұны әртүрлі. Алимент төлеуге қатысты проблемалар, әлеуметтік жәрдемақының көлемі және көршілермен болған жанжалға байланысты көмек сұрай келгендері де бар. Әрқайсысына тиісті жауап берілді. Дәл осындай қабылдаулар облыс деңгейінде жүргізіледі. Прокурор ретінде кабинетте отырып адамдарды күтпей, оларды қандай да бір ресми процедураларға салмай, өзіміз осы зауытқа келіп, осы зауытта отырып, сол зауыт жұмысшыларына жұмысының арасында өзінің жеке сұрақтарымен, мүмкін арыз шағымдар болатын шығар, мүмкін құқықтық кеңес алу керек шығар. Сол сияқты мәселелермен осы жерде бір күн қаншалықты қажетті, соншалықты осы жерде отырып азаматтарды қабылдап, прокуратураның қызметіне байланысты өзіміздің көмегімізді, сұрақтардың шешілуіне ықпалымызды тигізу.